Кей түндер болады. Аспанды бұлт торлап, қараңғылық қоюланып, дауыл күшейеді. Бірақ дәл сондай кезде Алла тағала кішкентай бір жүрекке бір тағдырды құтқаруға күш берді. Самат үлгілі отбасында өскен тәрбиелі бала еді. Сол түні ол үй ішінде шам жарығымен кітапқа үңіліп отырған. Дәл сол мезетте суға малынған бір қария Саматтың үйіне қарай асығып келе жатты. Әбден жаураған қолдармен есікті дірілдеп тұрып қақты. Есік ашқан Саматты көріп, бірден құшақтың пешін талды. Қарияның даусы дірілдеп: «Самат-ау, менің тайым тау жақта қалып қойды. Мына дауылда адасып жоғалып кетсе, өліп қалады-ау. Өтініш, тау жақты қарап келші» деді. Бұл сөздерді Самат үнсіз тыңдады. Терезеден дауылға қарап, іші біртүрлі боп мұздап кетті. Самат іштей: «Я Алла, мен қорқып тұрмын. Бірақ көмектеспесем, байғұс жануар өліп қалады» деді. Ол орнынан тұрып, Көшат аға мақұл дегендей бас изеді де, сырт киімін іліп сыртқа беттеді. Қорадан шығарып, атын дайындай бастады. Сөйтіп, түн ортасында бала болса, үлкен жүрегімен Самат жолға шықты. Жаңбырлы дауыл күшейе түсті. Самат әрең дегенде қараңғы орманға кеп кірді. Кенет қалың ағаш арасынан кішкентай тайдың әлсіз дауысы естілді. Жартас үстінде аяғы тасқа қысылған тай дірдектеп құзға құлағалы тұр екен. Оны көрген Саматтың жүрегі дір ете қалды. «Я Алла, көмектес» деп Самат атынан түсе сап тайға жүгірді. Тізерлей отырып тас арасын ашуға кірісті. «Бисмилля, я Аллахым, көмектес» деп бар күшін салғанда тас қозғалып, тайдың кішкентай тұяғы босап шықты. Самат тайды ақырын жетектеп жазық жерге алып шықты. Тегіс жерге жеткенде «ух» деп терең дем алды. Сөйтіп тайды алып ауылға бағыт алды. Үйінің алдында алаңдап жүрген қария тайды көрген сәтте көз жасына ерік берді. Жануарым құшақтап бауырына басты. «Айналайын, батыр балам, сен менің жалғыз малымды аман алып келдің. Бақытты бол, ұзақ жаса» деді. Самат үнсіз ғана жымиып қарап тұрды. Кеудесін керемет мақтаныш сезімі кернеді. Бірақ бұл оның мақтаныш емес, бір тірі жанды аман сақтау үшін жасаған алғашқы батыл игі іс еді.